Елбасы жолдауында айтылған басым бағыттардың бірі ол территориялық аумақты дамыту. Ал қазіргі таңда елде нақ осы үрдісті басынан кешіріп отырған Түркістан облысы. Себебі жаңадан құрылған өңірде дамытуды қажет ететін жайттар жеткілікті. Жолдау жүктеген міндеттерге сай оңтүстік өңірінде қандай жобаларды жүзеге асыруға болады? Қай бағытта жұмыс жүргізілсе тиімді? Осы сұрақтарға бірлесе жауап табу мақсатында Түркістанға президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының мамандары келді. Олар осындағы әріптестері және жастармен кездесіп ой бөлісті. Елбасы жолдауы жарияланғалы бері стратегиялық зерттеулер институты мамандарының бұл өңірлерге жасаған алғашқы сапары. Мамандардың бірінші болып Тұран даласына табан тіреуде тектен тек емес. Өйткені Түркістан облысы еліміздегі халқы тығыз шекаралы аймақтың бірі. Жиында сол өңірді елбасы жолдауында айтылғандай етіп дамыту жайы талқыланды. Осы жолдауды жүзеге асырудың нақты жолдарын осы институттармен кеңесе келісе отырып, бізге осындай бір жобаларын ұсынып отыр. Мұның бәрі қазіргі уақыт басымдық берілетін салаларға сұранып тұр. Сондықтан да институт осы біздің өңіріміздегі ерекше назар аударуға тиісті жұмыстарды және бір осындай бір тақырыптарды халықпен өзара тығыз байланыс жұмыстарын жүргізуді осы тұрғыдан біздің мамандарымызға және өңірдегі әлеуметтанушы, саясаттанушыларға өздерінің тәжірибесін бөлісіп отыр. Саясаттанушы сөзіне зер салсақ, елбасы жолдауы біреу болғанымен оның өңірлерде жүзеге асуы сан қилы. Себебі жолдау жүктеген міндеттер өңірдің экономикалық һәм әлеуметтік жағдайына қарай жүзеге асады. Осыны ескерген мамандар биылғы жолдау жаңадан құрылған Түркістан облысының дамуына тың серпін береді деп жоспарлап отыр. Өйткені аталған өңір ел дамуын нақтылаған құжаттағы территориялық аумақты дамыту бағдарламасын жүзеге асыруға өте қолайлы. Түркістан облысы өзі, Түркістан қаласы облыс орталығы деген мәртебесін алды. Яғни бұл территориялық дамудағы үлкен өзгеріс деп білеміз. Енді бір жердегі жағдай Түркістанның қала ретінде жағдай, облыс орталығы ретінде әлеуметтік экономикалық әлеуеті өте үлкен жоғары болады. Сонымен қатар Түркістан қаласынан бөлек аймағында орналасқан елді мекендерге де бұл өте жақсы әсерін тигізеді. Елбасы жолдауын сәтті жүзеге асыру үшін білікті мамандардың басын қосқан жиын алдағы уақытта көптеп ұйымдастырылуы мүмкін. Ондағы мақсат мамандар арасында тәжірибе алмасуға жағдай жасау. Өйткені бірлесе пішкен тонның келте болмасы кімге де болсын белгілі. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылғасын, Нұрулан Рүстем, Нұридин Ысқақов, Тұран Ньюс.